Ананы өшіп қалды компьютер. Hello everyone, how are you doing? Today we are going to learn how to greet in English in formal and informal way. Сәлем достар, сіздермен бүгін онлайн ENGLISH.KZ және бүгін біз сіздерге ағылшын тілінде қалай амандасуды үйретеміз. Например, Ағылшын тілінде амандасудың екі түрі бар. Ресми және бейресми түрлері. Бүгін сіздерге ресми және бейресми түрлердің амандасуының үш түрін үйрететін боламыз. Здорово. Біріншісі, hello, сәлем. Бұны сіздер бейресми және ресми түрде де қолдана аласыздар. Мысалға, жұмысқа келіп, hello everyone, немесе сыныпқа келіп, достарыңызға hello guys деп айтсаңыздар, ол ресми және бейресми түрде болады. Екінші түрі, good morning, қайырлы таң, good afternoon, қайырлы күн, good evening, қайырлы кеш. Осы үш фразаны сіздер ресми түрде және бейресми түрде де қолдана аласыздар. Үшіншісі, good day, қайырлы күн, good day. Ал енді ағылшын тілінде амандасқанда бейресми түрлері қандай болады? Біріншісі, hey, how are you? Hello, how are you? Hi, how are you? Осы үш фразалар, hey, hi, hello, үшеуі де бейресми түрде болып саналады. Екіншісі, what's new? What's up? Егер де сіздер достарыңызбен ағылшын тілінде сөйлесіп амандасқыңыз келген болса, what's new? What's up? Деп айтсаңыз болады. Бұл бейресми түрі болып саналады. Это ведь шедевр. Үшіншісі, yo. Hey yo, how are you? Бұл сөзді, yo деген сөзді сіздер бір үлкен кісілермен, немесе жұмыстағы кісілермен амандасуға тырыспаңыздар. Бұл достарыңыз арасында, сіздермен жасты кісілер арасында бір ойын ретінде амандасу. Yo, how are you? Hey, how are you? Ал достар, назар аударғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған ONLINE ENGLISH.KZ. Бізбен бірге болыңыздар. So guys, hopefully this video was useful for you and you are going to use these phrases to greet each other every day. In English, of course. Нет, Филипп, хорошо сидели. Hi.